14 жасқа толған балаларға арналған. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهداه إلى يوم الدين. Qadrli, qurmetli ağayın, qadırменді жамағат. Allah Taala Qur'anda "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Егер Алланың тарапынан келген барша nimetтерді есепке алатын болсаңыз, есептейтін болсаңыз, санайтұғын болсаңыз, әлбетте санынан жаңыласыз дейді. Шын мәнінде баршамыз ойланып, жан-жағымызға қарап, өзіміздің тұла бойымыздағы Алланың берген үлкен nimetтерін санайтын болсақ, әлбетте өзіміздің бойымыздағы қасиеттің өзін санын есептеу мүмкін емес. Міне біздің елімізге айтулы күн, барша бабаларымыздың армандап кеткен күні тәуелсіздік мейрамы келе жатыр. Құранда Алла Таала "Ва ма бикум мин ни'матин фаминаллах." Алланың тарапынан келген, бастарыңызға келген кез келген nimetтердің барлығы Алладың тарапынан деп бізге білдіреді. Демек, бұл тәуелсіздік мейрамы біздің ата-бабаларымыздың дұға қылып, осы тәуелсіздіктің жолында құрбан болып, осылай бізге берілді. Жалпы біздің дініміздің негізгі түпкі мақсаты адамды бір-біріне құлдықтан босатып, бастарына азаттығын алып беру. Мысал бере кетейін. Құранда Алла Субханаху ва Таала "Мен қатала муъминан хатаан фатахриру рақаба" деп келтіреді. Кімде-кім бір мұсылман құлды абайсызда, байқаусызда өлтіріп алатын болса, онда оның өтемі ретінде бір құл азат етсін дейді. Басқа бір Мүжәдәлә сүресінде Алла Таала дінімізде зихар деген нәрсе бар. Зихар деген нәрсе өзіне арам болған әйел кісілердің өзіне адал болған әйелінің ұқсатып қою. Оны зихар деп айтамыз. Сол жайында Алла Таала былай дейді: кімде-кім өзінің әйелін өзіне арам болған әйелдерге ұқсатып қоятын болса, кейін ол әйелімен қосылуды, қайтадан ағырай өмір сүруді қалайтын болса, онда бір құл азат етсін дейді. Қарап отырсақ, Алла Субханаху ва Тааланың негізгі, дініміздің негізгі миссиясы, негізгі мақсаты адамды бір-біріне құл болудан түбегейлі деген тыйым салған. Мінекей, білесіздер, жалпы мейрамдарды біз екіге бөліп қарастырамыз. Бір мейрам бар, Алла Тааланың тарапынан Алла елшісінің өсиет етуімен орнаған мейрам. Ол енді білесіздер баршаларыңыз, ең ұлы мейрам ол құрбан айт мейрамы, одан кейін ораза айт. Бұл енді Алла Тааланың тарапынан бекітіліп, Пайғамбар саллаллаху өсиет қылған мейрамдардың бірі. Екінші мейрам бар, бұл енді бүкіл әлемге мейрам болмауы мүмкін, бірақ бір халық үшін, бір мемлекет үшін, бір ұлт үшін мейрам ретінде не істеген? Бекітілген. Және бұл шариғатқа ешқандай несі жоқ, қайшылығы жоқ. Мысал бере кетейік. Құранда Алла Таала айтады:
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Расында біз осы Құранда адамдар үшін көптеген мысалдар келтірдік. Не үшін? Ойланулар үшін. Ойланулар үшін. Біздің алдымыздағы қауымның істеген қателіктерін Алла Тағала баяндаған Құранда. Не үшін? Осы қателіктері үшін Алланың азабына ұшырағандығы туралы бізге бұйырады. Екінші бір бұйрық, Алла Тағала бір қауымның бір ісін, бір жақсы іс істеген, осы арқылы үлкен бір неғметке душар болғандығы жайында. Енді баршаларымыз білеміз, Муса дейтін пайғамбар өткен. Мусаның кезінде діннің дұшманы, өздеріңіз білесіздер, өзін құдайлардың ішіндегі ең ұлығы мен боламын деп өзін құдай ретінде жариялаған Фирауын жайында, Фирауынның азабы, Фирауынның адамдарға берген қатыгездігі жайында Алла Тағала бізге не істейді? Бұйырады. Сол аяттарда Духан сүресінің 30 және 31 аятында وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ деп келтіреді. Расында біз Исраил ұлдарын сондай бір Фирауынның ауыр қатты болған азабынан құтқардық дейді. Мин Фирауна иннаху кана алиян минал мусрифин. Себебі ол Фирауын сондай кісі еді, аса шектен шығатын деп Алла Тағала Фирауынның қандай кісі екендігін біздерге білдіріп жатыр. Енді кезінде бұл Фирауын кезінде сондай бір үрдіс халықта орын алған, бұл жайында Құранда келтіреді. Юзаббихуна абнаакум ва ястахюна нисаакум. Еврей халқының сондай бір үрдістері бар еді. Егер бір әйел кісі ер бала босанатын болса, ол ер баланы дереу өлтіріп, қыз баланы қалдыратын еді. Қалдырған себебі де өзінің арамы ойларын іске асыру үшін. Тура сол секілді араб түбектерінде де, араб халқында да осындай бір үрдіс орын алды. Яғни бір әйел кісі қыз бала туатын болса, өмірге алып келетін болса, сол қыз баланы өлтіретін, ер баласын аман сақтап қалады. Мінеки осындай азаптардан Алла Субханаху ва Таала құтқарғандығы үшін Мухаррам айындағы Ашура күні Исраилдіктер не істейді? Муса және Мусаның қауымын Алла Тағала осы күні Фирғауынның азабынан құтқарды деп Алла үшін бір күн ораза ұстайтын еді. Міне біздің де қазағымыздың басына азанымыз ақырын, жаназамыз жасырын шығаратын уақыттар болған еді. Мешіттеріміздің барлығы бұзылып, басқа бір ғимараттарға, басқа бір мәдени ошақтарға, болмаса арнайы бір заттар тұратын қоймаға айналған сәттер болады. Бірақ осы бабаларымыздың дұғасымен осы елімізге, біздің жерімізге Алла тәуелсіздігін нәсіп етті. Діни бір еркіндігін нәсіп етті. Сол себептен қадірлі, құрметті жамағат, Құранда Алла Субханаху ва Таала айтқандай: «Ва амма би ни'мати раббика фахаддис». Олай болса, Раббыңның тарапынан саған қандай бір неғмет келсе, оны адамдарға айт. Мінеки біз, құрметті қадірлі жамағат, бұл тәуелсіздік жолында қаншама алаштың арыстары құрбан болды. Қаншама апаларымыз құрбан болды. Бұл жайдан жай бізге тесілі болған жоқ, бере салған жоқ. Енді Алланың берген үлкен бір дінсіздік заманынан өзінің дініміз, асыл дініміз исламға қауыштырғаннан кейін бұл, құрметті қадірлі жамағат, біз үшін өте бір ұлы күндердің бірі болып есептеледі. Сол себептен біз тәуелсіздігімізді бағалай білейік,
Алла Тағала тәуелсіз еліміздің тәуелсіздігін баянды қылсын, халқымызға ауызбіршілік ынтымақ берсін, жерімізге тыныштығы мен Алла Тағала берекесін берсін. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким. Бирахматика я архамар рахимин.